Қайырлы күн достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен сметанник пирогының оригинал рецептімен бөлісетін боламын. Осы рецептпен жасасаңыздар, сіздерде бірден шығатынына толық сенімдімін. Және де өте дәмді, өте жұмсақ пирогтардың бірі. Алдымен жұмсақ бөлме температурасында тұрған сары майымызды миксердің көмегімен 1 минут аралығында жақсылап миксерлеп аламыз. Массамыз осылай ағара бастаған кезде құмшекерімізді шетінен сала отыра біркелкі болғанша миксерлеп аламыз. Құмшекерді бірден салып жіберуге де болады. Шетіне шашырап кетпеу үшін мен 3 бөлікке бөліп салдым. Жұмыртқаның сары уызын салып, тағы да миксерлеп жібереміз. Қаймағымызды салып, тағы да біркелкі масса болғанша, қантымыз ерігенше жақсылап миксерлейміз. Барлық қанттың бәрі еріп кетуі керек. Енді бізге миксердің қажеті болмайды. Тағы да лопаткамен араластырып жіберіп, електен өткізіп қойған ұнымызды және қопсытқышымызды салып, қолымызбен нәзік жұмсақ қамыр илейміз. Ұнның тығыздығына байланысты егерде қатты бірікпей жатқан болса, онда жұмыртқаның сары уызын немесе кішкене қаймақ қосып жіберуге болады, бірақ су қосып жібермеңіздер. Сіздерге түсінікті болу үшін барынша жылдамдатпадым. Міне осындай өте нәзік, қолға жабыспайтын қамыр еленіп шығады. Енді осыны пищевая пленкаға орап, салмасын дайындағанша тоңазытқышқа салып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Қаймағымызға қант, жұмыртқа және де глюкоза болмаса, осындай мен сияқты 1 шай қасық бал қосып жіберуге болады. Және де міндетті түрде жүгері крахмалын немесе ұн қолдансаңыздар болады. Осылардың барлығын салып, қолмен біркелкі масса болғанша жақсылап араластырып аламыз. Егерде глюкозада балда болмай жатса, онда қоспауға да болады. Осылай міне біркелкі масса болады. Енді тоңазытқышта тұрған қамырымызды алып, диаметрі 24 сантиметрлік формамызға жайғастырамыз. Бірінші астыңғы жағын осылай теп-тегіс етіп жайғастырып аламын. Бір шеті қалың, бір шеті жұқа болып қалмау керек. Барынша тегіс етіп жайғастырыңыздар. Енді осылай жайғастырып алғаннан кейін шет-шетінің бортигін шығаратын боламыз. Бортикті де қолмен жақсылап басып, бір тегіс етсеңіздер, пирогтарыңыз өте әдемі көрінетін болады. Міне үстің жағында осылай басып-басып жіберетін боламыз. Енді салмасын құйып, үстіне 160 градус алдын ала қызып тұрған пеште 1 сағат 10 минут көлемінде пісіп шығады. Міне пісіп шыққан кезде осылай үсті көтеріліп тұруы мүмкін. Ол қалыпты жағдай, суығаннан кейін басылып қалатын болады. Толық 1 сағат көлемінде бөлме температурасында суығаннан кейін формасынан шешіп, осылай кесуге болады. Ыстық кезінде кесіп қоймасаңыз болғаны. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды да ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақбота, назарларыңызға рахмет.